қатысып жатыр ма? Дауысыңыз естіліп тұр ма ол кісілерге? Дауысымыз естіліп тұр ма дейді. Естіліп тұр. Естіліп тұр дейді. Естіліп тұр. Бағыттарыңызды алмаймыз, үкіметтік қана жиын болады да, ары қарай жұмысқа кірісуіміз керек. Уақыт қыз болып тұр қазір, себебі мына сөйлеп бастайық. 10 жетіден келді. Үшінші бар ма? Бағатай. Бағатай үшінші бар. Үшінші мектеп бар. Үшінші мектеп. Төртінші мектеп. Жоқ, здесь ағылшын бойынша бар. Бірге, ағылшын мектеп бар. Жетінші мектептен 11 мектеп бар. 10 гимназия жоқ. Гимназияда песеннің атасы қайтыс болды ғой, әріптестерге ол келе алмайтын шығар еді. Мектебі бар, лицей бар. Апас мектебі бар ма? Апас мектебі бар. Мектеп мәселесінде оқушылар арасында біздің мектеп қай мектеп алсақ та сол мектепте басшылармен сөйлесіп онлайнға келіп демалыс күні неге қоясыздар, алу күніне қойса, ешкім бізге оны кабинет қосып бере алмайды. Бұл бойынша бөлім басшысына айтайын, естиміз. Мысалы Қазақстанда спорт ауылында сен бөлімдері болып жатыр ғой. Ол кезде тыныш таңғы 8-ден бастап кетсек, бұйырса, кешкі 8-ге дейін аяқтаймыз. Бірақ алыстан кейін ауылдар болады. Ауылдар не істейді мысалы? Ол мысалы ауылдан такси деген компания сонымен олар жұмыс күні ғана такси береді. Жоқ, кейбір таксилер бар ауылдарда шығамайды. Жыл бойында мен 6 семейге жазып қойғам. 6 жұмам жоқ. Бірақ та ештеңе деген жоқ. Балаларым үшін жүгірмін. Давайте хотя бы бір суғында кетіп сала. Ешкімнің ештеңе жауап етпей жатыр. Давайте сондай еркін жүрміз. Сол закон не болады. Нәтиже шығарамыз. Әйтпесе осылай жүре беретін болса. Ойынға жетекші кірмесін деген дұрыс емес. Ойынға жетекші кірсін тек өз командасының емес. Үйренді. Әйтпесе жетекші үйренді. Құрметті әріптестер, дауыстарыңыз мүлде естілмейді. Жақынырақ қоясыздар ма? Командалардың кейдері жабу бойын ашық өндірді. Жабу бойында кейдері неліктен соны түсіндіріп аламыз. Бұл адам қараққа сейді. Ойда төрт ой болса, шөйдіріп те ойда. Шөйді бір ой жауып, екінші ой ашық, үшінші ой жауып болды. Бұл ой жауып. Бұл көптеген командалар жаңа редакцияның командалары. Стоимостьті түсу үшін дейсіз. Не істейді? Осы айы осы біздің ауылда мынандай көп проблема бар. Барлық жинақтаған кезде біздің ауылдарды шалғай, тым шалғай, жол қиын. Одан кейін бізді реально қинайды. Мысалы ауылдардың шақыру бар ғой, команда жолдың қалай болатыны,
Иә. Бірақ хат шақырасың. Иә, мынау жердің ортасы, бірақ мықты команда бар, Аслан мырза да бар. бірақ қараңызшы, сол команда осы жаққа келу керек. Өйткені келмесе ол ана жақта өз қазанынан шыға алмайды там. Сондықтан да келу керек. Осы жақта мейлі ол 40 команда болсын, қатыстырайық. 9-шы ақысының дүйсенбі күні Мұғаліммен депозитшылардағы демократия жұмыс күні өткізіп алынып келген қалайды. 9-шы ақпан күні. Енді 9-шы ақпан күні қай мектеп рұқсат береді бізге? Оған неше кабинет керек? 10 кабинет. 10 кабинет пе? 6-шы мектептен. 10 кабинет, чем 10 кабинет керек? 10 кабинет. 10 кабинет. Давай бөлсек. Сендер түсіндіңіз. Иә. Сіз мұғалімдерден команда аз келу мүмкін. Егер 20 команда келсе, олар кабинет кетеді. Қай күнде ол? Мұғалімдердікі. Мұғалімдердікі 9-шы ақпанға қойып отырмыз. Ал оқушыларды 14-15-ші ақпан. 14-15-ші ақпан оқушылар. Оқушыларды сонда әлде ата-аналар рұқсат бермеуі мүмкін, иә? Вот. Иә, сол үшін бақылай, оқушыларды 10-шы ақпан жұма күні қояйық, жұмыс күні. Финалға шыққанда Сенбі күні. Солай берсін. Жақсы. 10-шы ақпан. Енді әріптестер бізге танып. Одан кейін тағы бір нәрсе, тағы да бір айта кетейінші, бірден. Содан кейін біздің мектебіміз қазақ мектебі, біздің мектеп орыс мектебі деген әңгіме жоқ екен. Үлкен қалада сенің мектебің қай тілде оқиды бәрібір. Ана біздің қатты желініп ұтылып қалатын жеріміз бар. Мысалы, Ақсуат келеді, Ақсуаттың мысалы Қызылкесіктен қойдың ба бір жетекші бар. Әкеледі, ағылшынша әкеледі, ағылшын лигасына әкеледі, қазақ тілін мұғалім. Әкеледі, ағылшын лигасында көп команда жоқ облыста. Жүлдеге ілініп кетеді, алып шығып кетеді. Нормально ма? Нормально. Мысалы, Семейдің төңірегіндегі қазақ мектептер орысша келеді. Орыс лигасын ойнатады. Ол жерде де қатты бәсеке жоқ. Семейдің қазақ лигасы мықты, өте мықты. Қиын. Ол жерде 37 бар, 5-ші гимназия бар, НИШ бар, КТЛ бар, эконом лицей бар. Мықтылар, олардың бар, әрқайсының балалары халықаралық жарыстарға бәріне барып жүрген, 3 тілде ойнап жүрген балалар. Олар жеңіп, қиындыққа түседі. Ал орыс лигасында, ағылшын лигасында бізде мүмкіндік болады. Сондықтан да бізден ағылшын лигасы жоқ, орысшылға бастап, орыс лигасын болса шықшы. Мысалы, мен қазақ мектебі екен демейміз, орысша білетін балалар құдай шүкір, әрбір мектепте жетеді. Мен мысалы өзім мектепте бір команданы жұқтырып қойдым. Орыс командасы. Давайте сөйтіп істейік. Орыс командасы қазақ командасына түседі, өз тілінде сөйлей береді, иә? Жоқ, орыс командар өздері орыс команда ойнайды. Иә. Орыс лигасы болады. Үйтпесек, біз қалдырдық. Біз мысалы өткен жолы біз қиналамыз, кәдімгідей барамыз. Ана жақта қазақ лигасынан ойындардан өте қиын, іріктеумен өте қиын. Біз күресіп жүрміз. Ана жақта кейбір мектептерден келеді, ағылшыннан, орыстан келеді. Қиналмай бір-екі ойын жеңсе болды, ары қарай жүлдеге желініп шыға келеді. Ол біз қарап, біз Аягөз ауданы өзіміз қолымызда бар, мүмкіндікті айырып отырмыз деген сөз. Енді мен ағылшынша қалай өтті білмеймін, ағылшынша төрешілік жасайтын адамыз, орысша төрешілік жасай аламыз, сол мен бір біз түсінеміз орысшаны. Ал ағылшынша қиындау болады, ағылшынша қайтып болашақта дамыту керек, ол үшін ағылшын тілді мұғалімдерін шақыру керек, біз бар дегісте оламыз. Мен асылым жұмыс қосып алады, бір төреші жеткен жоқ, 2-3. Иә, мысалы мен форматта формат бірінші жүрген бұл формат. Жасырсам мен не деймін бе? Мысалы, алдында Ерсін апарды ағылшыншада. Ағылшыншадан былтыр апарды. Ерсіннің командасында Ерсіннің қиналатын zemін Ерсіннің ағылшын тілінің мұғалімі емес қой. Тілдік жағынан қиналды. Ол формат үйретіп салды. Сондай нәрселер. Мысалы, Ерсін бір нәрсе айтшы. Ерсін үнемі қандай кеткен жарыс бар, бәрін апарады. Ол түптің түбінде сөйткен еңбек қалады, бір күн ол жеңіске жетеді. Сондай. Содан кейін бір ғонандай нәрселер бар. Университеттердің нелері бар, кубоктары бар. Давайте қалмай қырқып. Өйткені біз үлкен қалаларда, командаларда мүмкіндік көп екенін көріп жүрміз да. Орда постоянно ойын практикасы бар. Қалаларда оларда еще ондай студенческий лигалардың курировать ететін мектептері бар. Соны бізде енді ондай нәрсе жоқ. Қолымыздан келетін нәрсе солардың жарыстарына барып қатысып көру. Сол өткен жолы өз ақшамызбен болса да барайық деген арада тапқа Ерсін алып келді. Мен де тіркелдім,
Бірақ ең последний моментте теңдердің әңгімесі жаңағы оқушылардың арасында ата аналар несі. Вот осындай нәрсе болмас үшін бірінші кезекте дебат ойнайтын балаларыңызбен ата аналармен жиналыс өткізіңіздер. Біз кез келген уақытта жарысқа кетеміз. Сіз әр айда зарплатыңыздан осыншама ақша іркіп отырыңыз, 20 мың теңге жетеді әр балаға деп айтып қойсаңыздар, содан кейін кез келген уақытта алып кете бересіздер. Семейдегі шаһары Бөкейхан университетте студенттер арасында оқушылардың арасында Иә, соған қаражат бөлінбейді миллионер, бірақ өздеріңіз осы тауып оқушыларыңызды алып мектептерін шығарып барып қатысып келсеңіздер болады. Колледждарға хатталып иә, мысалы былтыр 37-ші мектептің несі бар, Ыбырай Кап деген бар. Соған мысалы Әлішер мәлімет айтты. Ол кезде тоже ящик ол сол келді. Бірақ өз ақшаң барасың ондай жастарға. Ол жерде өзіңнен де кетеді, баладан кетеді. Соны ол ескерту керек. Содан кейін жаңағы дебат үйірмесіне мұғалімдерді көбірек қосыңыздар тұрмысың. Тек қана өзіңізді ғана қайта батып бара бермейді. Сіздің де үйіңіздің бала шағаңыз бар, жауапыңыз бар. Қасыңыздағылар кезек барыңыздар. Сонда қасыңыздағы адамдарына барғысы көреді, үйренеді. Бізде дебат бойынша бар ғой, кешіріңіздер, Абай облысындағы орталығында дебат бойынша әдіскеріміз ауысып жатыр. Иә, бізде Еркен Аман Айденұлы деген әдіскер келді. Енді ол әдіскер былай айтып отыр. Республикалық дебат ойындардың облыстық өткен ережеге сәйкес өткізіңіздер дейді. Ережені жібереміз дейді. Ереже келесі апта жібереді екен. Біз ол ережені жібергенше 9-шы ақпан күні мұғаліммен екі оқушының арасындағы дебатымызды өткізе керек. 9-шы ақпан күні дебатта 60 мектеп мен қазір сізге ешкім жоқ деп айтпайды. Біздің мектеп тиімді жерде орналасқан деп ешқандай көрешілерге астанадан қажет жоқ. Бізге кабинет ашылып салсаңыз керек жоқ. Он кабинетте жоқ кабинетте отыра береді. Ал актыңыз алып кітапхана бос болады, сол екі жерде жүреміз де, ал қалған 9 кабинетте өткіземіз. Бұйырса таңертең 8-де келсе, енді жиналғанша 9 болады, сол күні толық айлық кіріспен алынамыз. Сіз жақсы бос кетейінші. Ашылу салтанаты деген нәрсе қажет емес. Ешқай жерде болмайды ол нәрсе. Одан кейін бар ғой, уақыт жейді, одан басқа ештеңе жоқ. Одан кейін біздің ауданға басқа жаққа барған кезде мына бітеміз. Чисто классикалық киініп баратынымыз ғанамыз. Қалғандар casual. Casual киінеді бәрі. Республика солай. Еркін стильде, бірақ та кішкене спайрак киіп. Прямо спортивіміз, мысалы, оқушылар арасында облыстық турнир өтіп жатыр. Мысалы, ктл балалар стиль арасында спортивный киініп. Ол бола береді. Даже шортымен келетін адамдар болады. Көктемде бірақ та просто бұл жерде балаға да мұғалімге де еркін киім керек, қимылдау үшін комфорт. Сол үшін. Онда қалған былай болса, сіз қазір бұйырса әуетіңіз шығып, жұмысқа барасыз. Алғаннан кейін директорға сұрақ бөлмейіне шақпанның ешқандай шара жоқ шығар сіздерде. 10 кабинет болса табылады сіздерде. Бір сыныпты онлайнға жіберсе де шығыпқа деген. Мүмкін бөлім болып сыныпта соларды ұқсат беруге қосат тұрса, бөлім ұқсат. Сондай жұмысты айтып, дебат өткізіп, соны бізге ұйымдастыруға ұсыныс етіп, ұйымдастыруға концерт бағдарламаға, түскі ас, кешкі ас, ештеңе керек жоқ. Бір тиын ақша жинамайсың мұғалімдерден. Төрешілер бәрі өздеріңіз беріп, астарын салып кеңістеді. Төрешілер өздері алып беріп, беру үшін жасайды. Балаларға сонда төрешілерді басқа жерлерде төрешіге ақша төлеп шақырады. Біздің төрешілер тегін, вообще тегін. Бұл кісілер бұлдану керек. Сіздер бұлдану керексіздер. Бармаймын мен, уақытым жоқ деп. Сондықтан біз төрешілерді бағалауымыз керек. Жаңағы ойынға команда келген жетекшілер бармыз ғой, мысалы, бармыз. Не үшін бұл кісілерге бір шай береміз? Жоқ, шай беруші керек жоқ.
керек жоқ, керек жоқ. Ол жоқ, ол действительно басқа жақта. бізде Төрешілікке ақша төлейді, бірақ та ол бізде жоқ. қиын ғой қазір, қиын. Ештеңе қажет емес ол. Просто ойдың әділет болсын. Бірақ ол жағы ойын осы жапқан күнде дебаттың тақырыбын анықтайды. Қандай тақырыпта, Тақырып болғанда былай ғой, общий тақырыпты любой нәрсені қоя саламыз. Мысалы, Қайым Мұхамеджановтың шығармашылығы қойса болады, бірақ та ішіндегі тақырыптарға соның тақырыптар қоясыз. Республикада ойналып жүрген тақырыптар қоясыз болды. Балалар ана неге бару үшін, осында дайын болу үшін. Тақырыптар мысалы қазіргі мына мынандай тақырыптар беріледі жоқ. Оратор кап бар ғой, оратор кап деген педколледжде өткізіледі жылда дәстүрлі. Сонда ол мынандай тақырыптар беріледі. Cancel culture, отмена культуры. Одан кейін 11 класс оқитын балалар мамандық таңдауына байланысты, таңдауына байланысты тақырыптар бар. Одан кейін мынандай тақырыптар бар. Қазір Кемеш Тоқаевтың ұсыныстары бар ғой. Құрылтай құру, осыларды алу. Одан кейін бүкіл әлемде орыс ана Трамптың әлгі қауіпсіздік кеңесінің вето құқығын алып тастау емес. Әлемді қозғалыстың тақырыптары бізде қозғау керекпіз. Біз ана біздің аяғымызда бір әдет бар, бір тақырыптан сол тақырыпты шығарып отырмыз. Олай емес. Әртүрлі тақырыптар алу керек бізде. Содан кейін сол тақырыптармен жұмыс істеу керек. Өйткені ол балалар ана жаққа облысқа барған кезде соған дайын болып бару керек. Белгілі бір дата болу керек шығар. Иә, дата үстінде тұрады, төбесінде тұрады. Сонда осында осыған арналғанда. Соған тақырып қоя саламыз. Онда мақалғанын сізге көңіл бап қалдыңызға тақырыпты мерейлі датаңызды анықтайсыз, бағдарламаны сіз құрасыз, түбегейлі сіз жасайсыз, қасыңыздан жастайғыштар келді ғой, көңілді кешіп жібереді сізге. Одан кейін мектептерде сіздерде қосымша білім беру педагог деген бар. Қосымша білім ол Топ педагог. Топ педагог. Қосымша қосымша білім беру штаттарына сіздерді бекітілгеніңізде. Себебі мектепте ол жоқ, бірақ та мектепті білетін мұғалімге сөйлеп береді. Енді ол мұғалімге бергеннен кейін ары қарай балаларды танытып жұмыс жасаңыздар. Одан кейін оқушыдан, ата-анадан қолхат алып алыңыздар. Ол баланың дайындығына мектепте демалыс күндерінде келгенде рұқсат береді деген қолхат болсын өздеріңізде. Мысалы, дебат клубтарыңызда өздеріңізде мектепте 20 бала болса, 20 балада ата-ананың келісімі болу керек. Ата-ана мен жетекші арасында келісім болмаған кейін ары қарай жұмыс жүргізеді. Содан кейін жазып қойыңыздар келісімнің астына сенбі, жексенбі күндері де ойынға, аудандық ойынға, облыстық ойындарға баруға рұқсатыңды беремін. Қандай көмек көрсете аламын дегенде өздеріңіз сұрап айтып қойсаңыздар. Соны жарысқа баратын кезде ата-аналардан не аластырамыз. Табиғатыңыздар, суға бірақ. Иә, өйткені қанша рет жол жүресіздер, адам қандай кезде дебат саласы қандай кезде дамиды. Егер біз осы өз мектепшілік деңгейімізде қалып қоймай, барсақ бар көрші аудандарға, көрші қалаға, көрші мысалы облыстарға барған кезде дамиды. Іздеңіздер, Астана қаласында да, Алматы қаласында, Шымкент қаласында да университеттеріміз ұйымдастырып жатқан дебат ойындары бар. Оны іздеп алып алыңыздар да, қатысыңыздар, сайларсыңыз. Содан кейін дебатқа бала алған кезде міндетті түрде жақсы оқитын баланы алмаңыздаршы. Мен көбінесе КВНщик балалар болады. Ақында қойыңыздар, КВНщик балалар алатын себебім, олар жылдам, олар логически тез шешіп береді, олар әзіл жазып үйренеді ғой. Сондықтан тез шешіп шығара біледі да. Ал ана көбінесе біз жақсы оқитын балаларды, ғылыми жобаларды қорғап жүрген балалар ғой. Ғылыми жобаларды қорғап жүрген балалар, сіз жазып берген нәрсені қайталап айтып беруші ғана. Оқитын, көп оқитын, білімді балалар. Терең ойланып, бірақ ол тез ойланып, көп ауыр ойлап кетеді. Ал КВНщик балалар қысқа тез жылдам. Сол сияқты. Мысалы, мен өзім екеуміз сондай мысалы, дебаттықта КВН-ге прикольно атамын балалар. Сіздер әркімнің әртүрлі тәсілі болады. Мысалы, кейбіреулер айтысқа жақын балалар алады. Кейбіреу бос балалар алады. Өзінің ыңғайын тауып алыңыздар.
одан кейін сіздерге былтырда тапсырма берді ғой, жолдастық кездесу өткізіңіздер. Көрші ауылдар қандай жолдастық кездесу өткіздіңіздер? Ауылдар, ауыл мектептері қандай жолдастық кездесулер өткіздіңіздер? Қандай спонсор алып өткіздіңіздер? Бар ма осындай дебат ойындары? Мен бүгін түстен кейін желтоқсан айында және қаңтар айында өткізілген дебат ойындары бойынша сілтемелерді әлеуметтік желіде таралуы бойынша ақпарат беремін. Бұл кестені де дұрыстап толтырып беріңіздер. Мынандай бір естідім бір оқушыдан. Дебат өткіземіз дейді де, мұғалім 5 минутқа келеді, оқушылардың алдына өтіп мәтіндерді қояды дейді. Қане 5 минут фотоға түсіп болды, дебат ойында ақпарат саламыз дейді. Онда өтіп доғатыңыздар. Қысқартыңыздар, ондай болмасын. Салықтықпен қарасаңыздар, балалар да түсініп алады. Одан кейін айтады, басқа мектептерге барған кезде дебат өтпейді. Мұғалім жұмыс қойып та фотоға түсіп, фотоотчет жасайды, болды дейді. Ол фотодан да сезіліп тұрады. Шынайы өткізіңіздер. Шынайы өткізгеннен кейін ғана бар, нәтиже болады. Неге бірінші мектепте нәтиже бар? Неге 5-ші мектепте нәтиже бар? Неге гимназия, неге Бостаев, неге нәтиже бар? Неге оқушылардың осы мектеп жетекшілері облыстық республикалық деңгейге дейін жеткізеді? Қалай ойлайсыздар? Алдыңғы жылдары Тарбағатайда миллионға шейін бәйге өткіздіңіздер ғой? Ойлаңызшы. Үш ауылдың командасы ойнап отыр. Белгілі сіз де білесіз ғой өзіңіз. Бәйге қорының өзінде. Спонсорлар келіп миллион. Біз бара алмаймыз, өзі қала қойыңыз. Запись жазылып. Дәстүрлі болған соң спонсорлардың бәрі бар ғой. Дәстүрлі біз дебатты ұйымдастырсаңыздар болады. Мысалы сол кезде Рахат Мамырбекті еске алуға жасалған бұл Рахат Мамырбек сіздің облыстағы ең алғашқы басқару форсы. Сол еске алуға арналған сол жаңағы миллион теңге сол болды. Негізі ол құрғанда осы аудандық деңгейде немесе облыс деңгейде сол оқушылар арасындағы оны кейбір оның туыстарымен достарымен сөйлесу керек ғой. Сәмбет үшін 10-13 ақпарат дебатты мектепшілерімізден рұқсат сұрап, одан кейін туысқандардан шығып көре аласыз ба? Көрейін, бірақ ол айбек арқылы хабарласып, біз аудандық деңгейде өткізген жатырмыз, келе аласыздар ма, қолдау бере аласыздар ма деп. оған ертеңгі сөйлесіп көрейін туысқандармен. 13 мектепте синагог Иә, сол мұқтар негізі ол мектеп тарихшыларына да ұсыныс тасталған, олар дайындалып жатыр, жоспар құрамыз деді, бірақ олар қала мектептерінің арасында қыркүйек айында өткізеді. Егер ол жоспар іске асса, егер рұқсат берсе, рұқсат шығу керек қой. Сондай бір мәселе бар. Содан кейін бізде дебат саласында мықты төрешіміз жолбарыс Мерей болған. Ол кісі Семей қаласына ауысып кетті. Сол Мерей мырзамен де байланыстырғаныңызда осы аудандық төрешілікке келе ала ма деген бар. Ол кісі қазір колледжде жұмыс жасайды. колледжден келе алмайды, алды сөзге. 3 минутқа маған кешіріңіз, өзіңіз бөлдіңіздер. 3 минутқа жалғастырайық бас. Уақыт аяқталды, ауыл мектептер шыға берсеңіздер болады. Рахмет сіздерге. Ары қарай біз өзіміз жалғастыра берейік. Бәріміз бар. Қалған ақпаратты чатқа жазып жолдаймыз. Енді әріптестер, Ермек аға, сіз онда мектеп жолында сөйлесесіз, иә? Директорға келесіз. 13-ші